Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді тағам спагетти дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Менің жолдасымның ең сүйікті тағамы. Менімен бірге болып, менімен бірге дайындап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайды. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, қыздар. Барлығы қолжетімді заттардан тұрады. Бізге керек заттар: сиыр еті, жуа керек болады, картоп, сәбіз және мен пайдаланатын приправа. Осыларды пайдаланамын. Сіздер міндетті емессіздер. Қызып тұрған тапамызға сұйық май құямыз. Ұсақтап туралған сиыр етін қосып, жақсылап тұрып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Етіміз толықтай қуырылуы керек, өзінің шырыны шығады. Міне дәл осылай суы шығады, осылай қуырылады. Содан соң барып жуаны салып, жақсылап тұрып қуырамыз. Сарғайып, әдемі болып қуырылады. Осылай болып қуырылған кезде кубиктап туралған сәбіз, картопымызды қосып, тағы да жақсылап тұрып қуырып аламыз. Мен картопты көп қостым және осылай көп қуырамын. Сол кезде ол спагеттиді салғанда картопымыз езіліп шықса, өте дәмді болып шығады тағамымыз. Сондықтан осылай қуырып аламын. Осы кезде мен бүкіл приправа, тұз, бұрыш, томатты қосып барлығын қуырып, қайнап тұрған суымызды құйып, бетін жауып, бұрқ еткізіп қайнатып, бұқтырып, спагеттиімізді салып, 15-20 минутта пісіріп аламыз. Осы кезде, қыздар, ескеретін жағдай, спагетти салған кезде мүлде сындырып салмаймыз, қыздар. Дәл осылай салсаңыздар, әдемі болып шығады. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Дайын болған тағамымызға ерекше бір дәм беріп тұратын ол біздің үкіштен өткізілген ірімшігімізді сеуіп, бетіне кептірілген укропымызды сеуіп, тағамды ұсынсаңыздар болады. Менің жолдасымның ең сүйікті тағамы. Өте дәмді болып шығады. Қараңыздар, сыры осылай созылып, дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз және лайк, пікір қалдыра кетіңіз.